Логопедиялық сабақ. Сәлеметсіңдер ме балалар мен ата-аналар? Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты бүгіннен бастап онлайн сабақ жүргізіледі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дыбыс. Балалар, біз сабақты бастамас бұрын тыныс алу жаттығуын жасап жіберейік. Кімнің көбелегі алысқа ұшады? Қазір бізге көбелек алдымызға шығады. Біз ол көбелекті үпіріп ұшыруымыз керек. Қанекей балалар, менімен бірге үпіреміз. Жарайсыңдар балалар. Енді артикуляциялық жаттығуымызды бастайық. Артикуляция дегеніміз ауыз, тіл, тіс. Осылар бізге дұрыс сөйлеуге, дыбыс шығаруға көмектеседі. Ендеше балалар, артикуляциялық жаттығуымызды жасайық. Бақа мен піл. Бақа, күлеміз, тістерімізді көрсетіп, піл, аузымызды жауып тұрып, еріндерімізді алға қарай созамыз. Пілдің тұмсығына ұқсатып, осы жаттығуды кезекпен-кезек жасаймыз. 4-5 рет. Тәтті тосап, күлеміз, аузымызды ашамыз, жалпақ тілімізбен үстіңгі және астыңғы ерінді жалаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз дыбыс айту сабағы болғандықтан, дыбыс туралы айтатын боламыз. Дыбысты біз көзбен көрмейміз, қолмен ұстамаймыз, оны біз құлағымызбен естиміз. Табиғатта әртүрлі дыбыстарды естуге болады. Мысалы, судың аққан дауысын, құстардың дауысын. Сол сияқты адамдар да бір-бірімен дыбыс шығару арқылы түсінеді. Ендеше дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар біз ұзақ созып айта аламыз. Мысалы, а, о, у, и. Ал дауыссыз дыбыстарды біз созып айта алмаймыз. Мысалы, м, т, ж, л. Ендеше сабағымыздың соңында өткен сабағымызды қайталап жіберейік. Сабағымыз не жөнінде болды? Дыбыс. Дыбыстар қандай болады? Созып айтуға болатын дыбыстар, созып айтуға болмайтын дыбыстар. Немесе дауысты және дауыссыз дыбыстар. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.